qo'shiqlar bizga jarasiq, she'rimizga quyosh nurlarin shashib, xush kelding elime navbahar Navruz. She'rimizga quyosh nurlarin shashib, xush kelding elime navbahar Navruz. Biz uchun açılgan imkon bu yollar, şutpası jaslarda alpişlep bollar. Elim dep şasaymiz kız benen ullar, hoş geldin elime navbahar Navruz. Elim dep şasaymiz kız benen ullar, hoş geldin elime navbahar Navruz. Babalar mirasın saklap gelemiz, gelişik evlatqa taklap beremiz. Navbahar Navruzda oynap gülemiz, hoş geldin elime navbahar Navruz. Navbahar Navruzda oynap gülemiz, hoş geldin elime navbahar Navruz. Biz uchun açılgan imkon bu yollar, şutpası jaslarda alpişlep bollar. Elim dep şasaymiz kız benen ullar, hoş geldin elime navbahar Navruz. Elim dep şasaymiz kız benen ullar, hoş geldin elime navbahar Navruz. Hoş geldin elime navbahar Navruz. Navbahar Navruz. Assalamu alaikum, hürmetli mimallar, atanalar, hoş gelipsizler. Бүгінгі кіріп келген Наурыз айамы, халқымыздың милли байрамларымыздан бірі Наурыз байрамы менен шын жүректен құттықтаймын. Һәм менің семьясына ауызбіршілік, жаңа жыл есабы ғой енді. Һәммеміздің семьямызға ауызбіршілік, главный денсаулық. Байрамнан байрамға ойнап күліп жүре бергенбіз. Осы байрам менен құттықтау үшін сөз. Енді жас үлкен апамыз, Әзиздің апасы Гүлстан апаға сөз берсек. Ассаламу алейкум. Бақша жәмәті, мына бүгінгі беріп атырған Наурыз байрамымыз һәммеге құтлы болсын. Алла Тағаланың берген жасын сол ұзағы менен жақсы қылып, осындай байрамдарда өткере берің. Районымыздың бүгін ертең байрамдары болып жатыр, бәрі оң болсын. Сол балаларды тәрбиелауда жас өспірімдерді қалмай, талмай қызмет етіп, жүгіріп жүре берің. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сол һәммеге сау саламатлық, бақыт тілеймін. Рахмет балаларым, аман болың бәріңіз. Міне, осы милли дәстүрлеріміздің бірі болған, осы халқымыздан атадан атаға мирас болып өтіп кеткен дәстүрлеріміздің бірі, баланы қырқынан шығару һәм бесік жыры дәстүрлерін көрсетіп бермекшіміз. Міне, осы Қарақалпақ халқының милли дәстүрлерінің бірі, баламды қырқынан шығару бойынша, Қоңсы ауылдағы үлкен, жасы үлкен, көпті көрген, көп балалы ана, ел сыйлайтұғындай ана Хүрліман апамызды шақырып едім. Келін. Баланы алып келе ғой, келін. Келе ғой шырағым, бөпеңді неғылып қой, қазір бүгін қырқынан шығарайық. Ана ауылдағы Хүрліман апайды шақырып қойыппан, аз келетін уақытиян болып қалды. Затларыңды таярлап, бесіклерді таярлап, қырқынан шығарып алайық. Келетінен уақыт болып қалған шығар, енді жолына бір қара жіберейін мен. Алдына шығайын, сол бөпеңді алып отыра бер ғанек. Келетінен уақыты болды. Ойбей, мына күнде ысып кетті ғой. Келдіңіз бе? Ассалаумағалейкум апам, қалайсыз? Шырақларым, аман ғана отырсылар ма? Шүкір, қалай өзіңіз? Шүкір. Аман сау жеттіңіз бе? Келің, төрлетің, дастарханға шығың. Дастарханға шығың. Келе қойын. Мен не қауытейін? Әзесі Абырайдан айырмаған. Дайым мына
баламыздың бауы берік болып, үлкен азамат болып жетсін. Мына ұлыстың ұлы күні бір қырқынан шығарайын деп жатыр екенсіз. Құдайым мына Наурыз байрам һәм мен шағараңда аманлық болғай, денсаулық болғай, ырысты несібеңіз мол болғай. Құдайым байрамнан байрамға жетіп жүре берейік. Әумин, әумин. Қалайсызлар? Қалайсыз апам? Шүкір, аман отырсыз ба? Шаршамай келдіңіз бе? Байрамларыңыз бенен. Рахмет, бірге болсын, байрам құтыл болсын. Әумин, әумин. Құдайым нәрестеміздің бауы берік болсын. Әумин, балаларым үлкен азамат болып жетсін. Әумин, әумин. Не шақырған екенсен кеатырман балам. Құнам ысып кеткен екен. Құнам ысып кетті. Ауа, қане, нелеріңіз қайырлай қойын. Қырқынан шығарды нелерді әкеле қой. Отыра қояйын, ауа. Ал мінекей мына қызымыз теңгелі болсын деп теңге саламыз. Несібесі мол болсын. Тіл көзден асырасын, көз моншағын саламыз. Бісміллә деп енді 40 қасық суымызды құямыз. Мінекей қызымыз Құдайым бақытлы болсын. Несібелі болсын. Бай дәулетлі болсын. Мейірімлі болсын. Ата-анасына мейірімлі қыз болып жетсін. Оқымыслы, сауатлы болсын. Құдайым мына Наурыз айамында шығарып жатыр екенсіз 40-нан. Құдайым осы Наурыз байрамында һәм мен шағараңда аманлық болып, бақытлы, тақтылы қыз болып жүре берсін. 40 қасық суымыздан құйып алдық, мінекей. Ал енді балам мына суыңды арман алып қой. Бісміллә деп мына қызымыз шешіндіреміз баламызды. Бісміллә деп мінекей бұның бірінші қазір мына шашын алып аламыз. Қызымыздың шашын желкесінен басылап алады. Мінекей мынаған желкесінен басылап шашын алып. Бісміллә. Ал шашын алдық. Енді балам мынаны түйіп, мына бесігіне тұмар қылып тағып қоясаң. Мінекей. Енді міне тырнақларын аламыз қолының. Ит көйлегін шешейік. Шомылдырмастан алдын шашларын қырқындағы алып, тырнақларын алып шомылдырамыз. Мінекей тырнақларын мінекей мынаған салып. Бісміллә. Бісміллә. Аяқларының тырнақларын аламыз міне. Енді бұны мейуелі дарақтың түбіне көму керек. Соны мейуелі дарақтың түбіне тырнақларын тасламай көмің. Енді міне мына ит көйлегін шешіп, ана далада ит болса әкел балам. Мына ит көйлекке мына шашы салып мінекей. Мына баламыз со иттің ізінен ойнап жүгіріп шапқылап кетсін. Иттің мойнына байлап, мінекей даладағы балаларға жібер. Со иттің ізінен мына баламыз ойнап шапқылап кетсін деген мәністе болады балам. Енді бісміллә деп мына қайшыңдам шомылдырайық қанекей. Мінекей, я Алла, бісміллә, рахман рахим. Мінекей, мына қызымыз бірінші басын жуып аламыз. Бісміллә. Бісміллә. Шомылдырып болды қызымызды міне. Ал аязлап қалар енді, жаңа несін әкел қане орайық. Бісміллә. Топсын кейіп. Қызымыз аязлап қалар. Ал. Алып тұр. Енді мінекей мына көзмоншағын. Мінекей мына көзден асырасын, сақласын, қыстырып қой. Алтына теңгелері Құдайым несібесі мол болсын. Қызымыздың дәулетлі болсын. Мына теңгелерді тарқат. Алып қояғы болды. Енді бесігіне бөліп берейін. Ава, бесігін жақынлатып бесігіне бөлейін. Жаң, неменен, адыраспанменен аласылап жіберейік, шұқылап жіберейік. Бірінші бесікке бөлемей тұрып,
адыраспан менен аласлап бисмилла деп тіл көзден сақласын. Мына бесікте шұқылап, мына жын шайтанлар нелер кетсін деген мәністе бисмилла 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 деп бисмилла бисмилла деп мінекей бір аласлап аламыз. Мінекей енді қызымызды тұштырамыз. Тұштым айтамыз. Тәрлік астына, тәрлік әпілі ма? Артына қой жіберек, тана шашырдың астына. Оғакілімен дегенші. Қане, ал. Бисмилла. Рахман-рахим. Мінекей мына тұштым. Міне асқазанлары, денсаулығы жақсы болу үшін. Мінекей осы тұштымды істейдікенбіз. Мінекей тұшты, қызымыз тұшты. Мінекей. Тұшты, әнекей. Ана, нені әпер жібек? Мінекей, ал, үлкен тұшты, мінекей. Тұшты, міне қызымыз. Әне, бақытлы, тақтылы, несібелі қыз болсын. Ал, ма. Келін, нан. Тарқат жібере ғой, ал. Дайым шашуға аласын. Енді қызымызды бөлейміз. Нан әкетпесінші, нан. Хаз берет. Нан. Нан әкесін, нан. Нан бөл жібер, нан әке. Нан. Енді мінекей қызымызды бесікке бөлейміз. Мінекей мына нан, мінекей бауырман, нандай бауыры бүтін деп көпшігінің астына нан қоямыз. Міне жүзі айнадай жарқырап жүрсін деп айна қоямыз. Мінекей жүзі жарқын болсын қызымыздың деп. Енді бисмилла деп қызымызды бесікке бөлейміз. Бисмилла. Рахим, мінекей оң жағынан саламыз бесікке. Түшкапты қойын ғане. Бесікке салған уақытта оң жағынан бөлейді бесікке баланы мінекей. Бисмилла. Жазира. Аяғын байлаймыз. Ал қызымызды бесікке байладық. Мінекей бесігі. Дайым құтылы болсын бесігі мінекей. Ұйықсы тыныш болсын. Қызымыз әнекейм ал. Мінекей, бисмилла. Қане келін енді хайыңды айтып ұйықлата ғой баламына. Ал, бисмилла. Айналайын аппағым-ау, қызлар сүйген қалпағым-ау. Қатарыңнан кем болмай ей, ашылғай балам, бұл бақтың-ау. Хайюым-ау, ашылғай балам, бұл бақтың-ау. Хайюым-ау, ашылғай балам, бұл бақтың-ай. Айнанайын қозы шамай, мөлдір көзлі көз моншамай. Қараңғы түнде жарқырап ай, жақты берер жұлдыз шамай. Хайюым-ау,
ұйықлай ғой балам, ұйықлай ғой. Хайю, хайю, хайюым-ау, ұйықлай ғой балам, ұйықлай ғой. Қызымсам ұйықлады енді. Қызымыз ұйықлады, қызымыздың ұйқысы тыныш болсын. Енді апа сізге енді қырқынан шығарғаныңыз үшін азмаз ғана сауғамыз бар еді. Қызымыз сіздей үлкен ана болсын, ел сыйлағандай перзент болсын деп қолыңызға күміс жүзікті арнап алып едім. Енді ақылыма арнап бір патияңызды берсеңіз. Рахмет, дайым бақытлы болсын, қызымыз үлкен, дайым азамат болсын. Құдайым Құдайым берсін, айтқаным келсін, көп берсін, көптің берекетін берсін, есесін Алла жеткерсін, кең пейіл берсін, кетпес дәулет берсін. Құдайым мына қызымыз, Құдайым үлкен, бақытлы, тақтылы, несібелі қыз болсын. Мына Наурыз аямы ұлыстың ұлы күні дейді ғой. Құдайым осы һәммен шаңырағына аманлық, несібе, дәулет әкесін. Мына байрамнан байрамға Әумин, айтқаңыз келсін апа. Жүре берейік аманшылықпенен. Ал енді рұқсат болса мен тұрайын. Алларым, ау. Алларыңызға базарлық сүмкеге салып. Рахмет ал. Әммеге рахмет. Рахмет ал. Ассаламу алейкум ата-аналар, әміне балаларым. Наурыз байрамларыңыз оң болсын, жылдан жылға жеткере берсін. Еліміз тыныш болсын, суымыз мол болсын. Құдайым өсіріп атырған осы ұл қызларымыз бір ілімлі, білімлі, бір елге танымалы жігіт қызлар болып шықсын. Міне бүгін сілерге мына кішкене топардың балаларының тұсау кесу үріп әдетін көрсетіп бермекшіміз. Бүгінгі тұсау кесерімізде һәм бір жағынан ата-анамыз, һәм өзіміздің қызметкеріміз болып істеуші Ұлбосын қызымыздың, яғни өзімнің Атлас қызымның тұсауын кесіп көрсетіп бермекшіміз. Сол өзіміздің басшымызға ұсасын, осындай бір әділі ана болсын деген ниетте маған тапсырып атқан екен. Һәм азғана өзімнің шайыршылық нем бар еді, осы қызыма арнап қосығам жазып келіп едім. Ата-анаң ниет етіп шақырды. Үлкейгенде басшы болсын деп мені, атың менің Атлас екен ғой. Ұлбосын қызыма жолымды берсін. Тілегім өмірде сүрнік бегейсең, бақытлы білімді қыз болғайсаң, қыз үлкейсе елдің көркі дегендей, ел басқарған Гүлайымдей болғайсаң. Ұлбосын атың дастанларда жыр болсын, тіл көзлерден аман болып сау жүрсін. Осы қыздан не тілеген болсаңыз, Аллам қолап хәмеше жүзі жарық болсын. Тұсауыңызды кесіп бүгін жіберейін, тек алға жүріп өрлей берсін деймен. Ниет етіп алған осы затлардан таңлаған кәсібің маманы болсын. Енді Ұлбосын қызым кел. Тұсауыңды кесейін, ала жіпті шешейін, құтлы болсын талабың, тұсалмасын қадемің. Байқап қадеміңді баса ғой, алға қадем басып келші жаныма, саған қуансып қарайық, қадеміңді санайық. Қане алға басып жүрші қызым, киімдерін кидіріп аламыз. Енді бұл тұсау кесер дәстүрінде әммеге белгілі осы тұсау кесетін қызымызды не дейді, бастан аяқ ұлыма еш жері бос қалмай киіндіру керек деген дәстүрі бар. Соған ниетлеп осы қызыма киімдерін алып, шапкысынан кигізің. Бастан аяқ киілу керек. Жіпті қайшымен емес пышақпен кесу керек дейді. Себебі ұсындай пышақтай сөзі әме уақыт тілі өткір болсын, әмеше бір пышақтың жүзіндей жүзі жарық болсын деген ниетте пышақпен кесу керек. Яқ, есат қымайсыз. Ал, болды. Әне болды. Болды, кесті. Қане? Қане. Қане, Ұлбос, малардың ішінен біреуін сайлап ал. Аржақтарға берін. Бір қағаз ал, қайсын аласың? Ой, маласет. Қане, енді мен бұл қағазға har кім har түрлі қылып
тұсау кесеуге белгі қояды, бірақ мен өзім хаммесін теңдей қылып сондай лентаменен байладым. Себебі қыз барбырам көрсе қыздар, яғни біреуі мысал үшін әртүрлі затларды қойып жатыр, бірақ мен өзгеше қылғым келді. Хам осының ішіне кәсіплерді қойдым да, жазып қойдым. Қайсы кәсіптің маманы болатынын азыр сіздерге точный ниет еткенде, ата-анасының ниет еткенде мекеме басшысы болсын деген өзі таулады қызымыздың. Яғни ниеті хамеше дүзеу болсын, ниетіне жетсін, яғни маған ұсасын деп, мекеме басшысы болсын деп ата-анасы ниет еткен екен. Аллам өзі көрсетіп тұрған екен. Дайым ел басқарғандай үлкен азамат қыз болып, үлкен несібелі қыз болсын. Мынау сізге сауғамыз. Енді дәстүрінде бар, тұсауымызды қызымызды кескен инсанға да, яғни өзінің сыйлығы болады, соны тапсыруға. Рахмет. Ассаламу алейкум, хүрметлі қалайық. Бүгін бақшамызда Дидар деген баламызды сүннет етіп, мұсылман қылмақшымыз. Дидар баламыз үлкен жігіт болсын, елге елеулі, халыққа әділ, үлкен перзент болып жетілсін, ата-анасына мейірімлі, ел басқаратығындай азамат болсын деп тілеймен. Міне бүгін сүннет ететұғын ағамызды шақырайық. Ассаламу алейкум, оң бола берсін. Ya bismillah. Құтлы болсын сүннет тойы. Орынлансын мақсет ойы. Мұсылманлық бұл дәстүр, ата-анаға міннет той. Бала кезі ғұмыр бол, қуаныш пен шатлық бол. Отырғызып сүннетке парызымды өтеп қал. Я бисмилля, ханымнам, мұсылман әтші берейік баламызды. Я бисмилля. Және бір мәртебе, ассаламу алейкум. Бүгін және бір баламыздың Айдар тойы. Азизбек баламыздың ата-анасы еліне белгілі инсан болсын деп Айдар шаш қойған екен. Соны бақшамызға Айдар шашын кестіру үшін дайысын шақырып отырмыз. Ассаламу алейкум. Енді бұл баламызды Айдар шашын қиямыз бүгін. Айдар шаш қойы бұрыннан келген ел дәстүріміздің әдеті. Бұл айбарлықтың, күш қуаттың белгісі. Үлкен жігіт болсын деп, енді бұны Айдар шашын бүгін қиямыз. Оң болсын. Ассаламу алейкум, хүрметлі меймандар, ата-аналар. Бүгін үлкемізде Наурыз байрамы. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Зор денсаулық тілеп қаламын. Бүгін милли дәстүрлеріміздің бірі болған қыз ұзату мәресімін біргелікте көріп тамашаласақ. Олай болса қызымызды хаужар қосығы менен ұзатып, өз еліне шығарып салсақ. Үңгалап келгенде жарық әлемге. Сен едің шадлыққа толған жарқырап, бүгін атланғанман өзге бір үйге. Қош болып аман қал, туылған шаңарақ, тамырымда аққан адал ханыңыз. Сізге миннетдарман, мехрибан әкем, тек сіз ырза болып аман қалыңыз. Дүнияның іслері ұсылай екен, ақ үстіңді қарыстырып қаныңа. Әлпешлеп өсірдің ала қаныңда, ақшам ақ бесікті қойып жаныңа. Түн ұйқыңды төрт бөлген сен, анажан. Олай болса қызымызды ортаға шақырып, аужар қосығы менен ұзатып жіберсек. Қызымызды ұзатпастан бұрын жас үлкен апаларымыз өздеріңіздің патияларыңызды беріп, ата-аналары менен қошласып алсақ. Ал, ләйәумин. Алхамдулилlah, алхам берекетін берсін.
міне ұлыстың ұлы күні Наурыз байрамында міне қызымызды құтлы жеріне қондырып жатырмыз. Міне сол қызымның бақыты болсын, барған жерінде тастай сіңіп, сол ата-анасына, ел халыққа бір күйеу боламын, бір мейірімді жастар болсын. Құдайым сол келешекте сол ел халыққа жақсы қызмет қылсын, сол өбірлі шүбірлі болсын. Сол міне халқымды Наурыз байрамымен құттықтаймын. Әрбіріңізге бекем денсаулық, шаңырақтарыңызға амал тілеймін. Сол аспанымыз ашық болсын, дариямызда су көп болсын. Міне бақардың кіруіменен әмме жасыл махан акциясы өтіп жатыр. Сол әммеңізге сол акцияға да бекем қатынасуға шақырып қаламын. Міне районымыздың міне халық білімдендіру мектеп білімдендіру бөліміне қарасты міне 9-шы мектеп жегімді білімдендіру шөлкемді үлкен Наурызды белгілеп жатырмыз. Міне сол шөлкемдестіріп жатқан бақшаның қызметкерлеріне, басшылығына, сол келіп отқан жәмиятқа сол табыстар тілеймін. Сол қызымызға және бір мәрте сол Құдайым барған жерінде бақытлы болсын сол. Ассалаумағалейкум, hürmetli меймандар, ата-аналар, кәсіптесілер. Бүгінгі Наурыз байрамы менен әммеңізді шын жүректен құттықтаймын. Наурыз байрамы әмменің шаңырағына құт, береке, несібе алып келсін. Әммені байрамлар менен құттықтаймыз. Ұсының менен біздер ел қаде, яғни күйеу күту дәстүрін біздер өз топарымызбенен, ата-аналарымызбенен біргелікте меймандарымызға көрсетіп бермекшіміз. Ал келген қадемлерімізге гүл біткей. Қане, енді біздер халықтың дәстүрі күйеу баламызды кіргізіп алайық. Қане, елдің қадесін? Енді еліңізде ауылыңыздың қадесін берсек біздер. Күйеуімізден шығарып. Кемпір өлді қаде бер. Әрқайсысын бөлек-бөлек береміз бекен. Әммесінің ішінде бір оқтың бір есі қасайық та енді, әр қадені бөлек-бөлек қыла бермейді апасау. Яқшы, яқшысы. Жасларынан айтқаны болсын. Біздерім апарымыз күйеу бала кіріп. Қане, онда енді екі жеңгесі қалтасын қарап, қадесін ала қойсын. Шайда шағылым. Ал қызлар болған болсаңыз, қыз жеңгесі, баланың жеңгесі қайда? Мен. Қане, қадені түсін етіп, кіргізе қойым. Бір көлістің. Оң аяғыңнан кел. Оң аяғымен кіре ғой. Әне кіре бір. Ішкелен. Көрпеше қадені. Енді көрпеше қаде аламыз. Көрпеше қаде аламыз. Мұшнеғын құрақ қылып, көрпеше тігіп қойыппыз. Құдайым жастарымыз құралып кеткей, өздеріне өні өскей. Қадесін молдан беріп отыра беріңіз. Енді дейдің істегінін береміз, енді кеулімізден шығарып. 4 мешіне жетсе болды ғой? Жетеді құда қалесе. Жастарымыз бақытлы болып кетсін құрал. Бақытлы болсын, өні өссін. Отыра қой. Жеңгесі қатияңызды берің енді біздер күйеу боламызға. Жастарымыз бар. Жас өтен бері қойсын да? Берді.
көп берсін, берекет берсін, есесін Алла жеткерсін. Қадеміңіз құт қадем болғай. Қызметің екі жаққа тең болып, Құдайым өбірлі, шүбірлі болып, ендігі жылы Алла тойға келгенсіз. Бисмилла. Амин. Бұл жұмыс деген нам жақпай кетті ғой. Күнде тексеру, және бір зат, байрамнан байрам. Балалар сіздер азғантай тыныш отыра тұрың, яқшы ма? Аз мен кіттай журналын жазып алайын, соң бүгінгі шынуымызды өтеміз, яқшы ма балалар? Дара апа, сәлем бердік. Қалайсыз, жақсыз ба? Шүкір жақсы, қалайсыз? Ой, Алпамыс бала, не кешіп кетсің? Bir жерің ауырып қалды ма? Яқ, мен Дилара апа, баламды бақшадан алып кетейін деп едім. Ал есіңмін? Бір күні шалбарын теріс киіп келеді, бір күні аяқ киімін теріс киіп келіп жүрді, бір күн киімлерін жойтып аламыз, бұның таппай жатырмыз. Ал есіңмін, бала болғаннан кейін балаң ісі шала ғой, сіз де үйде аз-маз кеуіл берің балаңызға. Ал мынаны оң киін десе оң киеді ғой. Қайдам Дилара апа, енді бұны бақшадан алып кетіп, мен өзім үйімде қарап көрейін, аз-маз. Яқшы, өзіңіз көрейін, бағып. Яқшы, өзіңіз білің. Әне, балаңыз айтты алып кетеймен, азғантай көрейін өзім. Достарымен ойнайды, бала бақшада қаламан деп атыр ғой. Яғы, айта берді, бұл бала ғой енді. Айта береді бұл. Сондай жас ата-аналарды көріп, кеуілің бұзылады да. Бүгін не қылайын, кеуіл кипиятымды көтеріп, өз балаларымен шынуымды бастайман. Ассалаумағалейкум балалар. Жүдә бәрекелі балалар, бүгінгі кеуіл кипиятымыз қандай? Жүдә бәрекелі, қазір өлкемізде қандай маусым? Бәхәр маусымы, я балалар? Бәхәр маусымы кіріп келуіменен өлкемізге милли үріп әдеттеріміз болған, милли қадіриятымыз, байрамымыз болған, қайсы байрам кіріп кеп атыр? Наурыз байрамы, я? Наурыз байрамында сүмелектер қайнатылады, көжелер пісіріледі, милли ойындар ойналады, я балалар? Осы байрамға арнап, қазір сіздер менен біргелікте тақмақлар айтамыз. Яқшы ма балалар? Келің бірге ойнайық, гүлдей болып жайнайық, халқым менен наурызды біргелікте тойлайық. Жүдә бәрекелі балалар. Арадан күндер өтті, апамыз бақшаға және қайтты. Дара апа, ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жақсыз ба? Қалайсың, сіңлім, жақсы келіңіз ба? Ал апамыз не мұңайып қалғансың? Жаным, келдің бе бақшаңа? Я, достар, сағындың ба? Наурыз байрамыңыз оң болсын. Рахмет, сіңлім. Бәріміз жақсы ниет тілеп, осы байрамнан байрамға жете берейік. Дара апа, енді мен баламды білесіз, өзім әкеліп едім, енді ұятлы болып театрман, ұялып. Білес, өзім базардаман, саудадаман, әрі бері қоңсуға бама, түркініме апарып көрдім, о мені ешкім қарай алған жоқ, көшеге шығып кеткен, әйтеуір. Бірде тапсақ, бірде таппай қалып жатырмыз көшеде ойнап жүрген жерлерінен. Сол енді кешірімлі болсын деп қайтарып әпке жатырман баланы. Қабылап алаласпа. Яқшы сіңлім, түсінген екенсіз. Рахмет ал. Балалар, қарамын еке, Алпамыс бақшамызға қайта айланып келді. Алпамыс балам, достарым сағындың ба? Я, Алпамыс? Жүдә бәрекелі, келін қайден орныңда отырамыз. Неке балалар, көрдіңіз бе, Алпамыс үйінде қалып, түрлі ойынлар ойнап, өзі бір кеуіл кипияты, қара кеуіл кипиятта болмай қалған, я балалар, бақша қандай? Жақсы, я? Бақша жақсы, ойнаймыз, күлеміз, я? Шынығулар өтеміз. Бүгінгі шынығымыз балалар түсінікті болса, бәріміз біргелікте сейілге шығамыз. Ассалаумағалейкум, хүрметлі меймандар, бәршеңізді халықаралық Наурыз байрамымен шын кеуілімнен құтлықтаймын. Халқымыздың милли үріп әдеті болған беташарды тамаша қылыңыз. О қаваяқ, ағзаны тұнысы, келіншектің бетін ашып бі тамашаға, келін кеді бүгінді қуанып бір шаға, мал семездің сойды, қонақада жілдіған сабай ата-атаңы, игам ата-атаңы жұп салым бе келіншек. Алтын бесік таянған, түн yoqсын төрт бір, қайта оянған, осы ата-анаңа жұп сәлембе келіншек. Қыдып ауға аймақтар мұндық апа саятты, өнек алсын бауа деп келіншегін ойатты. Көзар аты мұндық балаңа жұп сәлембе келіншек. Масың көсе шу деген, қыз көрінше қу деген, зайыр аты бойда қағанаңа жұп сәлембе келіншек. Үстіне шан кимеге, үті көме кимеге, шайда ата абысыңа, ділназ ата абысыңа, ұйында ата абысыңа жұп сәлембе келіншек.
асылып, маған таяққа қарайды ояқ бояққа. Жұп-сәлім көпір кетпей ме, бір сәлім көпір кетпей ме, таяқ ұстаған балаға жұп-сәлім бекенчек. Ал қалайық мына келіннің бетін түпәләм деп ашайық. Мінекей, бісміллә деп. Мына бала нұсқа мінекей ма. Енді түпәләм деп келіннің бетін ашайық. Енесі қане қайықта енесі? Түпәләм деп не өзіме қысағайсаң, бақытлы болғайсаң, келген жерің құтлы болып, өніп өскейсің. Мына енесіне міне, енесі, қайықта енесі. Мынау жөргек қыласаң, құда қалесе, мына келінің құтлы болсын. Ақылықлы болсаң, жөргек қыласаң. Ал бақытлы бол, келген жерің құтлы болсын. Ақұдайым берсін, айтқаным келсін, көп берсін, көптің берекетін берсін, есесін Алла жеткерсін, кен пейіл берсін, кетпес дәулет берсін. Мына келіп атырған келініміз міне Наурыз аямында келіп атыр екен, қадемлері құтлы болсын. Құдайым өзлерінен өсіп өніп, өбірлі шүбірлі болып, Құдайым бақытлы, тақтылы, несібелі болғай. Ал, болды, бара қойын. Және бір мәрте ассалаумағалейкум, үрметлі міне 9-шы мектепке шекемге білімдендіру мекемесінің қызметкерлері, міне ұлыстың ұлы күні байрамы міне коллективте жақсы өткердіңдер, міне әрбір топарда міне қызықлы концерт бағдарламасын қойдыңдар, міне сол бағдарламаны таярлауда жақсы қызмет көрсеткен, міне сіздерді бір сыйлықтау рәсіміне келіп тұрмыз. Сол сіздердің жұмысларыңызда тасқын табыстар тілеймін. Міне Үрметлі міне президентіміз айтады ғой, ертең келешегіміз жастар дейді, осы жастар тәрбиелауда сіздерге күш қайрат тілеймін. Сол әр біріңізге сол жұмысларыңызда, шаңырақларыңызда бір жақсы кайфият тілеймін. Әуелен бар ассалаумағалейкум. Міне бүгін Қараөзек районы 9 салы мемлекеттік мектепке шейінгі білім беру өлкемінде 21 март халықаралық Наурыз байрамы мұнасабатыменен қадіриyatlарың мәңгі болсын Наурыз сүренің астында рухи ағартушылық іләжар шөлкелместірілді. Міне бүгінгі іләжар шеңберінде көріп гуасы болдық. Міне бақша жамааты тарапынан сол милли қадіриyaтларымызды жас әулетларға сол санасына сіңдіріп барудағы сол сахналық көріністеріңіз, бір театрластырған тамашаларыңыз бір қатынасушыларға бір жақсы бір кейпият інәм етті. Міне осы тәдбірді шөлкелместіруде сіздердің минетіңіз ұлы. Міне осы қадіриyaтларың мәңгі болсын Наурыз сүренің астында өткерілуінің бір астында бір үлкен мәні бар, себебі ата-бабаларымыздан әулеттен әулетқа жетіп келатырған милли қадіриyaтларды сол келешегіміз давамшылар болған жастардың санасына сіңдіруде, оны келешек әулетқа жеткеруде осындай бір іләжлардың бір орны кіреулі. Соң үшін сіздерге рахметлер айтамыз. Осындай іләжлардың астында бір көптеген минетлер жатырды. Сол шаршамаң, сол келешегіміз давамшылар болған жастарды сол мемлекетіміздің гүллеп рауажануына үлес қосатығындай мәрт азаматтар болып жетілсуінде сіздерге талмас күш қайрат тілеймін. Рахмет. Ең алдымен әммеңізге ассалаумағалейкум деймін. Мына ұлыстың ұлы күні Наурыз байрамы әммеңізге оң болсын. Шаңырақларыңызға амандық тілеймін, жұмысларыңызда табыс тілеймін. Күнімен сахналастырылған сахналық көріністерді көріп жатырмыз. Әммесі ажайып. Бұның астындағы үлкен минет жатады. Әммеңізге күш қуат тілеймін, жұмысларыңызда жас әулетті тәрбиелауда шаршамаң. Міне қадіриyaтларымыз мәңгі болсын Наурыз сүрені астында біздің 9-шы салы мектепке шейінгі білімдендіру шөлкемінде үлкен бүгін Наурыз байрамы шөлкелместіріп жатырмыз. Осы байрам менен мені шын жүрегімнен құттықтаймын. Бүгінгі болып өтетін Наурыз байрамы районымыздың Наурыз байрамына да белсене қатынасуға харекет етеміз. Жамаатымызбенен біргелікте енді осы күнге дейін Наурызды шөлкелместіруде бір белсенді көрсеткен өзімнің қызметкерлерімді сыйлықлап сауғаларымды тапсыруға рұқсат етсеңіз. Наурыз байрамды шөлкелместіруде мен қызметкерлеріме алдын ала айтқанман, яғни ең милли киімді сұлу киініп жүрген, енді мен тек тәрбиешілерімді емес, қызметкерлерімнің әрқайсысынан сайлап сауға беруді өзіме жөн көрдім да. Енді жас үлкен апамыз қазір әр топарда бір жағынан ата-анамыз Ділбар апаны сыйлықлап өтсек. Абрап қалдың оны екен. Оң болсын. Рахмет.
Табысылар жұмыстарды. Жақсы, ажайып программа таярлағансыздар. Қыз ұзатуда өзінің милли киімін жақсы киініп, жақсы дәстүрді көрсетіп берген үшін Хамшира Мейірбекеміз Ерімбетова Индираға. Оң болсын. Шаршамаң жұмысларда. Тап ұсындай сауға менен һәм сол қыз ұзату топарында жақсы бір өзінің шеберлігін көрсеткен Қалқназарова Ділназға. Наурыз ұлыстың байрамы ол тек Қарақалпақ халқының емес, бүткіл дүниежүзілік байрам болып, яғни қазақ елінің милли дәстүрлерін көрсетіп, киімдерін көрсетіп берген үшін кіші топар жәрдемші тәрбиешісі Тұрымбетова Клараға. Өзім берейін. Енді бір-бірінен қызықлы қылып өткерді. Ел ғадет ойын шөкелінестірген Қалмұратова Шайда тәрбиешімізға. Тұсаукесер дәстүрін алып шыққан орта топарымыздың Римова Бағдагүлге. Шаршамаң. Енді балаларымызға ауқат пісіруде ешқашан шаршамасын деп қаламан, себебі бүгін наурызлық көжемізді мазалы қылып, балаларымызға ас қылып берген үшін аспазымыз Алауатдинова Бибназға. Екі күн алдын бақшамызда наурыз байрамына арнап өзіміздің сүмелек тағамызды пісірдік. Сонда өзінің бір аянбай минетін көрсетіп, шоқ болып, қызларымызға бір қол қуат көрсеткен үшін завхозымыз Алиева Гүлзарға. Тапсылар. Осы байрамды шөлкенлестіруде бір өзінің минетлеріменен һәмме топарда бірдей бір музыка жетекшісін сыйлықламақшыман Крашева Дилара. Тапсылар. Ажайып, жақсы ойнады. Енді мектепке таярлау топарынан Прикиева Дилара апаға өз сыйлығымды.
ta jurtum